Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ол экстрапирамидті жүйе. Бұл тақырып бойынша екінші видеомыз. Экстрапирамидті жүйе деп отқанымыз ол қанға бұлшықеттердің автоматты қызметі және жоғарғы шартсыз рефлекстерді орындайтын өткізгіш жолдар және ядролардың жиынтығы. Енді кезекте қызметтеріне тоқталайық. Бұл негізгі қызметті адамның дене қалпын, яғни позаға, бұлшық тонусына және қимыл қозғалысының үйлесімділігіне жауап береді. Және эмоцияның қозғалыстық көрінісіне жауап береді. Енді кезекте құрылымына тоқталайық. Бірінші ол базальды ганглийлер, немесе қыртыс асты ядролар, немесе мидың сұр заты. Базальды ганглийлер екіге бөлінеді. Ол құйрықты ядро, немесе хвостатое ядро орысшасы. Одан кейін жасымық тәрізді ядро, орысшасы чечевицеобразное ядро. Жасымық тәрізді ядро өз кезегінде екі құрылымнан тұрады. Ол скорлупа, қазақша атауы қабық. Одан кейін боз шар, орысша атауы бледный шар. Кейінгі құрылымдарына таламус және мишық жатады. Міне мына слайдта әдемі көрсетілген, яғни қабық, скорлупа, путамин деп аталады. Бледный шар, боз шар екі бөлімнен тұрады. Ішкі бөлімі және сыртқы бөлімі, немесе медиалды және латералды бөлімі деп атасақ та болады. Құйрықты ядро көрсетілген, таламусымыз көрсетілген. Кейінгі құрылымына субталамикалық ядро, немесе люс ядросы деп аталады автор бойынша. Кейін ортаңғы мидағы қарасат, яғни черная субстанция жатады. Келесі құрылымы ол қызыл ядро, красное ядро. Ол да ортаңғы мида орналасқан. Кейінгі ол сопақша мидың оливасы. Экстрапирамидті жүйе өз кезегінде екі жүйеге бөлінеді. Ол стриарлы жүйе, одан кейінгі полидарлы жүйе. Стриарлы жүйемізге құйрықты ядро және қабық, яғни хвостатое ядро және скорлупа жатады. Ал полидарлы жүйеге ол боз шар, қаразат, қызыл ядро және субталамикалық ядро жатады. Егер стриарлы жүйе зақымдалатын болса, бізде гиперкинетика гипотонический, яғни синдром пайда болады. Ол деп отқанымыз гиперкинетика, қимыл қозғалыс көп, шектен тыс көбейген, гипотонический, яғни тонус төмен. Ал полидарлы жүйе зақымдалатын болса, гипокинетический және гипертонический синдром, яғни гипокинетический ол қимыл қозғалыс өте аз, төмендеген, және гипертонический, яғни тонус жоғарылаған. Немесе оның синдромдары паркинсонизм синдромы, немесе акинетика ригидті синдром. Келесі синонимі полидонегральды синдром деп аталады. Бұл синдромдарды келесі видеода жеке-жеке қарастырып өтетін боламыз. Видеомыз ұнаса лайктарды аямаңыздар және каналымызға тіркеліп кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.